Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі өтетін сабағымыз Дурусул балаға. Дурусул балаға шарх фадилат шейх ал-аллама ал-луғави Мухаммад ибн Салих ал-Усаймин. Яғни Дурусул балаға ең жеңіл жақсы кітаптардың бірі болып есептелінеді. Авторлары Хафни Насиф, Султан Мухаммад, Мухаммад Дияб, Мустафа Томмум. Муқаддимат ал-муаллифин, яғни авторлардың төрт адамның кіріспелері, арналған сөздері. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи аллази қасарат ибаратул булағаи анил ихатати бимаани аятихи ва ажазат алсунил фусахаи ан баяни бадаи маснуатихи. والصلاة والسلام على من ملك طرف البلاغة إطنابا وإيجازا وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا. Yani Allah'a mақтау мадақ болсын дейді. Расында небір көркем сөйлеушілер, әл-балиғ, яғни бұлаға көркем сөйлеушілер Аллахтың аяттарын қамтаған емес. Яғни небір шешен адамдардың өздері, яғни әл-фусаха, Аллахтың сөздерінен қанша жерден әлсіз дейді. Яғни небір сөзсен болса да Аллахтың кітабындай шешендік жоқ дейді. Уассалату уассаламу аля ман малака тарафайл балаға итнабан ва иджазан. Яғни және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат пен сәлемі болсын дейді. Шын мәнінде ол кісі дейді иелік етті балағаның итнаб және иджаз деген білімдерін бойында сіңірген дейді. Яғни итнабан, яғни толық анықтап баяндап беру және қысқаша түсіндіру, яғни барлық балағаның әдістерін қамтыған. Соған да сәлем мен салауаты болсын дейді. Ва аля алихи ва асхабихи әл-фатихина бихадихим илал хақиқати мажазн. Және сахабаларға, пайғамбар саллаллаху отбасына және сахабаларға олардың жолымен ақиқатта жол салдында дейді. Яғни мажазан, әл-хақиқа, итнаб ва иджаз, әл-балаға деген секілді сөздерді қолданып отыр. Оны қазір шарықта оқитын боламыз. Не үшін? وبعد فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة سهل المنال قريب المأخذ بريء من وصمة التطويل الممل وعيب الاختصار المخل. يعني وبعد فهذا كتاب бұл кітап, яғни негізгі балаға ғылымының үш ғылым бар. Соның бөліктерін қамтиды дейді. Сахлул манал, жеңіл жаңағыдай әдісті, қарибул мa'ақад, яғни үстіндегі мысалдары болсын, немесе жаңағыдай анықтамалар, осы кейінгі, яғни келесі соңғы алғандардан дейді анықтамалар. Яғни жалпы әл-балаға араб тілі ол деген жахилия заманынан бері ол араб тілі бар. Сондықтан да сол жақтың мысалдарын емес дейді. Кейін жақын осы жеңілдету мақсатында сондай бір кітап жазғымыз келді дейді. Қарибул мa'ақад, яғни жақын кездегі адамдардың авторларына сөздерінен. Бариун мин васмати ат-татуил мумил. Яғни васма дегеніміз яғни сифа, бариун таза. Яғни ол кітап дейді адамды жалықтыратын сипаттан таза дейді, алыс дейді. Яғни жалықтырмайтын кітап болады дейді. Ұзын бір нелерді айтатын емес дейді. Ва айбл ихтисарл мухил. Бірақ сол кезде ол жаңағыдай бір қатты бір қысқада емес дейді, чтобы артынан бір мағыналар нелер болмай қалатындай дейді. Салакна фи та'лифихи асхала таратиб ва аудахал асалиб. Біз бұл кітапты жазған кезде ең жеңіл әдістемені қолдандық дейді. Методиканы мықты методиканы қолдандық дейді. Ва жама'ана фихи хуласата қаваидил балаға. Және біздер бұл кітапта балағының негізгі қағидаларын жинадық дейді. Ва уммухати масаидиха, яғни екеуі де жақын бір-біріне мағына, хуласат, яғни қаваидтар мен негізгі мәселелерді осы кітапта жинадық дейді. وَتَرَكْنَا مَا لَا تَمَسُّ إِلَيْهِ حَاجَةُ التَّلَامِيذِ مِنَ الْفَوَائِدِ الزَّوَائِدِ.
яғни біз ол жерде оқушының қажеттілігі үшін керек аль-фаваид пен аз-заваидтерді келтірдік дейді. Немесе кетірдік деп айтуға болады, немесе біз онда қажеттілігі жоқ нәрселерге онда атаған жоқпыз деп айтса да болады. Уқуфан индал хаддил лазим, яғни бірақ біздер белгілі бір жаңағыдай талапты жерге дейін тоқтадық дейді. Яғни бұл кітап түсінікті, жеңіл, негізгі қағидаларды қамтиды, керек емес заттарды жалықтыратын немесе түсінікті емес заттардың барлығын тастаған. Яғни тек қана былай айтқан кезде негізгі жеңілдетіп берілген кітап. وحرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد. Яғни және біз олардың уақыттарына көңіл аудардық дейді. Өткен муаққат, яғни қиын бір мәселелер болса, оны фи хилли, оны анық жаңағыдай шешу үшін уақыттарына да назар аудардық дейді. Яғни ондай болмау үшін. Ау талқисын мутаувал, яғни үлкен нәрсені қайтадан оны қорытынды жасап, белгілі бір түсініктеме алу үшін ондай жерлерден біз алыс болдық дейді. Ау такмилил мұхтасар, немесе жаңағыдай мұхтасар қысқаша болған жерлерді өздері толықтыру үшін бір нәрселерді іздеп кететіндей де емес дейді. Яғни қатты ұзын да емес, қатты қысқа да емес, орташа өзінің кітабы дейді. Фаттамма бихи ма'a кутуби дурус нахвiyya суллам ад-дирасат ал-арабиyyah фи al-мадарис al-ibtida'iyya ва at-tajhiziyya. Сонымен бұл кітап қандай болды дейді? Ан-нахвiyya, яғни наху ғылымында және араб тілінде оқудағы, яғни бастауыш және дайындық курстарына баратын адамдарға осы балаға курсындағы араб тіліндегі жақсы кітаптардың бірі болып шықты дейді. وَالْفَضْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْأَمِيرَيْنِ الْكَبِيرَيْنِ نُبُلًا. Келесі сөздердің барлығында өздерінің имамдары, жаңа шейхтары, өздерінің ұстаздары туралы айтылады. Біздерге ол жерде қатты керек емес. Шархты оқитын болсақ, бірінші астында Ибн Усеймин айтады, илал-хақиқи мажазин деген жапымда хутба ғой. Соған айтады, Бисмиллахир-рахманир-рахим. مثل هذا الأسلوب يسميه العلماء براعة الاستفتاح، يعني أن الإنسان يستفتح بكلام يدل على الموضوع، فهنا يقول عبارة البلاغاء إشارة إلى هذا الفن وهو علم البلاغة والفصاحة. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұны біздер дейді ғұламалар осындай хутбамен бастауды бараатул истифтах деп айтады. Яғни керемет бастау, яғни бараатул истифтах. Оның мағынасы не дейді? Адам әннің инсан ястафтиху, яғни бастаған кезде бикаламин ядуллу алал мауду, яғни хутбасының өзінде бастапқыда өзінің негізгі айтылатын мәселесіне не істесе да ишара қылып кетті дейді. Яғни мысалы қандай сөздерді айтты? Айбаратул булагаи, яғни ишарат иля ал-илм ал-балага вал-фасахаға. Содан кейін ан баяни бадаи'i маснуатихи, яғни бұл жерде не? Ишарат иля илм ал-бади', бадиғ іліміне айтып кетті. Осылардың барлығы осылай жалпы хутбасында немесе сөздің басында өзінің негізгі мазмұны болған кітапқа сөзіне ишарат қылуды бараатул истифтах деп атайды. Енді кітаптың өзіне кіретін болсақ, муқаддиматун фил фасахати вал балага, ал-фасаха және ал-балага да кіріспесін бастаймыз. مقدمة في الفصاحة والبلاغة. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور. يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه. الفصاحة دينمز يعني анық сөйлеу, al-fasaha деген шешен, дұрыс сөйлеу, al-fasaha деген мағынаның өзі. Бірақ қазір барлығын тілдік және терминдік мағыналарын ашатын болады. Қазір біріншісі тілдік мағынасында аль-фасаха, ол тілдік мағынасы аль-баян уал-зухур, яғни баяндау, анық қылу деген мағынаға келеді дейді. Егер де біздер афсаха ас-сабию деп ататын болсақ, кішкентай бала, афсаха ас-сабию фи мантақихи, кішкентай бала өзінің сөзінде не болды? Жаңағыдай айта бастады, сөйлей бастады дейтін болсақ, ида бана ва захара каламу, егер оның сөзі анық уже
түсінікті болып баяндай беретін болса, уже соны әл-фасаха деп атайды. Яғни әл-фасаха тілдік мағынасы, әл-баян уз-зухур, яғни баяндау, анықтау деген мағына. Бұл тілдік мағынасы. وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. وتقع في الاصطلاح ал енді терминдік мағынасында әл-фасахату сөзі біздер лил калима, яғни сөздің өзіне қолданамыз. Лил калима уәл калам, және толық түсінікті сөйлемдерге қолданамыз. Және уәл мутакаллим, және сөйлеуші адамға да қолданамыз. Яғни әл-калимату әл-фасихату, яғни бұл әл-фасих сөз, яғни бір ғана сөзге. Және әл-калам әл-фасих деп айтуға болады, және әл-мутакаллим әл-фасих, сөйлеп тұрған адамда әл-фасих болуы мүмкін. Яғни біздерде терминде үш сөзге әл-фасахату деген сөзді қолданамыз. Оның біріншісі фасахатул калима. Фасахатул калимати дегеніміз не? Саламатуха мин танафурул хуруфи ва мухалафатил қияси вал ғарабати. Әл-калима, деген жаңағы калимаға қайтады дамир. Саламатуха, яғни алыс болуы, таза болуы. Неден таза болуы керек? Бұл фасахатул калима мин танафурул хуруф, бірінші шарты танафурул хуруфтан алыс болу керек. Танафурул хуруф дегеніміз, яғни сол сөздің ішіндегі сөздер қиын айтқан кезде қиын болмау керек. Соны саламатуха мин танафурул хуруф дейді. Яғни сөздің ішіндегі әріптер бір-біріне жақын махражда болмау керек, яғни айтылуы қиын болғандықтан. Бірінші шарты. Бірақ әр шартын қазір баяндайды. Екінші шарты ва мухалафатил қияси, яғни саламатуха мин мухалафатил қияси. Ол қиясқа қарсы келуден не болу керек? Сау болу керек. Яғни сарф қағидасына, наху қағидасына, басқа да қағидаларға қиястан немесе қиясқа қарсы келетіндей болмауы тиіс дейді. Және уәл-ғараба, үшінші шарты әл-ғараба. Әл-ғараба дегеніміз жаңағыдай көп қолданыста жоқ, оның мағынасы шарықталатын, немесе іздеу керек сондай сөздер болатын болса, жаңағыдай көп қолданбайтын, тіпті арабтардың өздері де білмейтін, бір ғариб, бір бөлік арабтардың да білмеуі мүмкін сөздер. Әл-ғариб, яғни шарыққа, жаңағыдай баяндауға, ізденуге, түсіндіруге талап қылынатын сөздерді жаңағыдай ғариб дейді, әл-ғараба. Сондайлардан да алыс болу керек. Яғни біз адамға бір нәрсе, бір сөзді айтқан кезде, мысалы бізден бір сөз сұрайтын болса, мен ол сөздің сондай бір вариантын беру керекпін. Ол жерде танафурул хуруф, яғни қиын әріптері болмау керек, және ол қиясқа бағынып тұру керек, және ол естіп тұрған адам білетіндей сөз болу керек. Яғни бір жерден бұл сөзді тауып алып, қиын сөзді тауып алып, оны мен айтып, оны түсінбей жатса, ол фасахатул калима болып есептелмейді. Түсінікті ма? Бәрін бір-бірден негізі қазір шарықтаймыз. Фатанафурул хуруфи, яғни бірінші қалай біз жазамыз? Бірінші жаңағыдай 1-2 деп ta'liqтармен өтетін болсақ, сол жақсы сияқты. Біріншісі, яғни шарықта енді, мәтінде емес. إذن موضوع الفصاحة 3: الكلمة والكلام والمتكلم كل منها يقال فصيح وفسرها المؤلف. يعني демек, Ibn Husaymin айтып жатыр, демек біріншісі не жасағанда, яғни ta'liq астында бір немен келіп тұр ғой. Демек аль-фасаха біздер үш нәрсеге айтылады дейді. Ол әл-калима сөз дейді, және әл-калам сөйлем дейді, және сөйлеуші мутакаллим болады. Олардың әрқайсысына фасих деп айтуға болады дейді. Ол не екен біздерде автор жаңағыдай келтірді дейді. Екінші, ол фасахатул калиманы мағынасын түсіндірді. Саламатуха мин саласати умурин. Біріншісі, әл-аувал танафурул хуруф, яғни ан такуну хуруфуха мутаалифа гайр мутанакира. Яғни оның сол сөздің ішіндегі әріптер бір-бірімен жақсы байланысып тұратындай болу керек. Яғни бір-біріне қарама-қайшылықта, бір қиын айтылуда болмау керек дейді.
уаттаалуфу дегеніміз не? Яғни мутаалифа болу керек қой. Уаттаалуфу ан ясхула ан нутқ биха мужтамиа. Яғни сол әріптердің бәрін, сол сөздің ішіндегі әріптерді бірге оқыған кезде жеңіл оқылу керек. Жеңіл оқылу керек. Уаттанафуру дегеніміз ан ясуба ан нутқ биха мужтамиа. Яғни аттанафур болмау керек. Егерде бір сөздің ішіндегі бір әріпті бөлек айтқан кезде жеңіл болады, бірақ бір-бірімен қосқан кезде қиын болатын болса, ол аттанафур болады. Яғни аттанафур. Демек, олардың махрадждары бір жерге жақын болуы мүмкін, немесе ха мен ха бірге келіп қалуы мүмкін, ха мен ха, немесе сондай махрадждары жақын бір жерден шығатын әріптер болса, ол аттанафур болады ол кезде. Демек, ол біздердегі танафур хуруф дегеніміз саламатуха мин танафур хуруф, яғни оның хуруфтары мутаалифа, бір-бірімен оқылған кезде жеңіл, және ғойру мутанакира болу керек дейді шарықта. Екіншісі шарты, яғни бірінші танафур хуруф болса, екінші мухалафатул қияс, яғни ал-қиясу нахуи, яғни наху қиясына қарсы келмеу керек, ондайдан алыс болу керек, ондайдан сақ болу керек деген сөз. Фама халафал қияс нахуи ау сарфи фаиннаху ғойру фасих. Яғни қайда бір сөз егер наху және сарф қағидасына қарама қарсылық болып тұратын болса, қарама қайшы келсе, оны біз фасих деп айтпаймыз ол сөзді. Бәлкім аля ғойру қияс деп те айтамыз. Немесе шәд деп айтады кей кезде. Яғни ол сондай сөздер шәд дейді. Бірақ оның барлығы айтылады. Келесі, біріншісі фатанафурул хуруфи. Енді біздер мәтінді оқимыз. Алиф, хамзада. Фатанафурул хуруф васфун фил калимати юджибу сиқлаха алал лисан ва усру нутқи биха наху азашша лил мавду ал-хашин вал ху'a линабатин тар'ахул ибиллу. Яғни фатанафур хуруф, яғни біріншісі айтты ғой фасахатул калимада бірінші сар танафур хуруф болмау керек деді. Танафур хуруф мәтінде не дейді? Уасфун фил калима юджиб сиқлаха алал лисан. Яғни ол сөздегі сипат дейді, сондай тілге айтуға қиын дейді, яғни қиындатады дейді. Ва усру нутқи биха, оны айтылу кезінде, сөйлеу кезінде қиындық туғызатын сөздер. Мысалы дейді аллаш дегенді айту біздер үшін қиын дейді. Лмаудал хашин дегеніміз қазір ұмытып отырмын. Лмаудал хашин, оны неден қарауларсыздар. Вал ху'a деген сөзді айту қиын біздер үшін. Танафур хуруф бар ішінде, дұрыс па? Неге танафур хуруф? Яғни махрадждар бір-бірден жақын шығатын әріптер. Линабатин тар'ахул ибл, яғни түйе жейтін бір шөптерден дейді, бір нелер. Шөптер ше, тар'ахул ибл. Келесі, енді астындағы несін оқитын болсақ, шарқын оқитын болсақ, хадихи фиха танафуру хуруфин, яғни ху'a деген жерді қарайтын болсақ, үш дегенде. Бұл жерде не бар? Танафур хуруф бар. Лианнаху яс'абу ан нутқ биха, өйткені қиын айту ху'a деп айту қиын. Из анна кулла харфин ла яталааму бима бa'даху. Яғни әрбір сөз өзіндегі келесі, әрбір әріп келесі әріппен былай негізі байланыспай тұр дейді. Қиын айту сондықтан да. Алдаш ахван минха, яғни алдаш сөзі айтылу енді ана бірінші сөзге, екінші сөзге хоққа айтқан кезде жеңілдеу, бірақ оның өзі де қиын болып есептелінеді. Яғни алдашу лейса фихи танафурун кесир, яғни алдаш сөзінде қатты ондай бір танафур жоқ дейді. Бұлай жалпы көп емес, бар негіз, бірақ көп емес дейді. وهذه إشارة إلى رحمه الله إلا أن الثقل الناتج غير تنافر الحروف ينقسم إلى قسمين: الثقل الشديد الثقل الخفيف. يعني астыдағы тағы да бір тағлиқта бар дейді. Жалпы тілге айтылудың өзі екі түрге бөлінуі мүмкін дейді. Біріншісі қатты, ауыр, және жеңіл ауыр дейді. Жеңіл ауыр. Бірақ ол үшін біз Ибн Усаймин және негізгі мәтінмен жүретін болсақ, сол жақсы. Екінші, келесі ван-нуққаху,
лилмаил азб ассафи ан-нуққаху. Ан-нуққах деген сөз ол бір тап таза дәмді судың аты ан-нуққах. Бірақ айтылу қиын, Ал-мустазиру лил-мафтул, яғни бір оранып алған адамды айтады. Оран ал-мафтул. Фатала орану. Ал-мафтул жаңағыда оранған адам үшін қолданылатын сөз. Ашында шарықтан көрейік. Хадихи куллуха калиматун мутанафира, лакин ан-нуққаху лайса фихи танафурун иля залик. Яғни ондай бәліндей қатты бір танафур ол жерде жоқ дейді. Илля аннаха калиматун мустахжана. Яғни ол ондай қатты бір не жоқ дейді. Қайтсақ болады. Танафур жоқ дейді, бірақ ол сөз сондай мустахжана сөз дейді. Яғни қайтсақ бір ауыр әріптері бар, құлаққа қатты ұратын әріптерді айтады да, мустахжана. Мысалы, бимағна анна нафса ла тартаху лаха. Яғни біздің өзіміз нәпсіміз тыңдаған кезде жағдайымыз оны бір қабылдағысы келмейді, сондай құлаққа жағымсыз естілетін сөз болуы мүмкін дейді да. Фалмау сафи ал-азб ла янбағи ан юсафа бихадил васф. Негізінде ал-мау сафи ал-азб дәмді су, сондай тап-таза, тұп-тұнық суға жаңағыдай ан-нуққах деп айту негізінде шамалы бұл фасахаға жатпайды тұр дегендей бір айтып жатыр. Яғни ол ондай сипатталмау керек дейді. Түсінікті. Келесі ва мухалафатул қияс, яғни ал-фасахатул калима дегенімізде саламатуха мин танафурул хуруф дегенде біз оның мәтінін оқыдық және оның мәтіндегі шархын оқыдық, кейін шархын да оқыдық, мәтінде шархын да оқыдық. Енді екінші шарт біздерде қандай деді? Танафурул калима саламатуха мин мухалафатул қияс, яғни мухалафатул қияс болмау керек дейді. Мысалы, би, яғни ба. Ва мухалафатул қияси каунул калимати ғайри жариятин алал қануни сарфи ка джамъи буқ ала буқат في قول المتنبي الطويل، يعني الطويل كتابنا. فإن يكون بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. يعني مخالفة القياس болмау керек. Оның түрі, яғни ол сөз сарф, наху және сарф қағидаларына бағынуы керек дейді. Ал енді бағынбайтын сөз, мысалы дейді буқ сөзі, дейді буқ сөзі. Оның жамасы буқат дейді. Яғни бұрынғы арабтарда әл-Мутанаббидің шеғырын келтірді. Яғни ол фафиннаси буқатун лаха ва тубулу деп келтірді. Негізі ол сөз буқат жамысында болып келіп тұр дейді. Буқ сөзі буқат жамысында қолданып тұр. Ол қиясқа келмейді дейді. Идил қиясу фи джам'ихи лил қиллати абуақун ва ка мавдидатун. Яғни абуақун негізінде буқ сөзінің джам'у лил қилла, яғни джам'у біз наху сарфтарында бар ғой, джам'у көпше ол лил қилла болуы мүмкін және лил кәсра болуы мүмкін. Енді джам'у сөзі буқ сөзінің аз джам'у үшін айтылатын сөзі дейді, буқтың абуақ болу керек, бірақ буқатын емес дейді. Демек бұл неге не істемейді? Қиясқа, сарф қиясына келмей тұрды дейді. Мысалы, келесі сөздерде мауадидатун фи қаулихи, яғни келесі сөз инна бания лалиамун захада ма лия фи судурихим мин маудида. Яғни маудида сөзі де жаңа мысалда келтіріп тұр. Ол дейді ма лия фи судурихим мин маудида вал қиясу мавадда бил идғам. Яғни негізінде сарфта дұрыс, мавадда деген сөз біздер білеміз, махаббат, сүю, жақсы көру деген. Мавадда не болу керек? Егер оның қағидасы бойынша екі дәл келіп тұр, екі бірдей әріпте махраджда және екі бірдей, олар бір-біріне идғам болу керек. Мавадда, махабба деген секілді сөздер. Бірақ бұл жерде қиясқа қарсы. Енді бәйттердің мағыналарын ашып кететін болсақ,
Yani beytin mağanası жаңа келтірген мысалдың فَإِنَّكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ. Yani егер де кейбір адамдар сенің мемлекет үшін сейф болатындай, қылыштай мықты болатын болса, فَفِي النَّاسِ بُقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ. Бірақ бір кейбір адамдар дейді адамдардың арасында бұқат және тубул дейді. Yani бұқатun ләха ва тубулун. Yani лидәуләтин ләха, лидәуләтин ләха ха деген дәулаға айтады. Yani бір адамдар бар, олар сенің елің үшін бір қылыштай болады. Yani мақталмадақ, енді былай жақсы қылып сипаттап тұр ғой. Бірақ бір адамдар бар, сенің дәулетіңа, сенің еліңе бұқат және тобул сияқты болады. Бұқат деген ол бір инструмент бар ғой, музыкальный инструмент. Жай барабан, немесе бір адам тобы, сондай көп сөйлеп айқайлап деп жүреді, бірақ одан пайдасы жоқ ешқандай. Әйтеуір бір дауыс шығарып жүретін адамдар. Тобул дегеніміз ол барабан. Yani бұқат уа тобулун деп екеуі бір-біріне атып қылып тұр ғой. Демек екеуі мағынасында жақын мұтақариба. Yani сондай адамдар немесе бір музыкальный инструменттер дауыстары жарысады, бірақ пайда олардан аз дейді. Келесі инна бания лалиамун захада ма лия фи судурихим мин маудида. Шын мәнінде менің балаларым дейді, мен балаларым лалиамун захада, яғни оларға деген бір зухудым бар дейді да, бір реніс зухудым бар оларға деген, жақсы көрмеймін деген мағынаға келеді. Ма лия фи судурихим мин маудида, менің фи судурихим, олардың жүректерінде бір махаббат жоқ дейді маған деген. Яғни олардың жүректерінде маған деген бір махаббат жоқ дейді. Яғни менің балаларымда бір зухуд бар, мені жақсы көрмейді, сондай деген мағына ғой. Түсінікті. Келесі біз қай жерге келдік қазір? Әл-ғарабату джим. Вәл-ғарабату каунил кәлимәти ғари захиритил мағна. Яғни әл-ғараба болмау керек дейді. Ол мағынасы бір анық білінетін мағына емес дейді. Яғни сондай болмау керек дейді. Демек қарама қарсы, яғни мағынасы ашық, анық болу керек деген мағына ғой. Яғни жасырын, белгісіз бір мағына емес, ашық, анық, бәріне белгілі мағыналар болу керек. Наху така-ка-а, яғни така-ка-а бимағна ичтамаа, яғни біреу саған келіп така-ка деп айтса, оны түсінбейді көп адамдар. Көбісі кәдімгі деп түсінбейді. Негізгі оның мағынасы ичтамаа, жиналу. Вафранқа бимағна инсарафа, инфранқа деп айтса, ол кет, яғни бар деген сөз. Және итлахамма, яғни иштадда, мықты болды, күшейді деген мағына. Яғни осындай сөздерді қолдану, әл-ғараба, яғни така-ка-а, ифранқа, яғни итлахамма деген сөздерді қолдану, бұл ғараба, яғни ғариб сөздер бұлар. Үшіншісі, қазір шарықтан қарайтын болсақ, яғни лауқала инсанун аль-йом итлахаммал хур, яғни иштадда, хәлі ғарибун, яғни бүгін бір адам келіп саған, бүгін хур жапы, хур адам, еркінде жүрген адам күшейді дейсің, ол түсінбей қалады. Яғни хәлі ғариб, түсініксіз. Яғни ғойри мa'худ ан юаббир би калиматин итлахамма ан иштадда. Яғни адамның ойына келмейді дейді, мa'худ, ахад, яғни ойына келмейді. Яғни итлахамма деген сөз иштадда деген мағынада қолданып тұрғаны туралы ешқандай бір белгі жоқ дейді. Кадалика така-ка бимана ичтамаа ва хада айдан ғариб, яғни біреуге айтсаң, ол да ол ғариб, яғни ондай мағына түсінбей қалуы мүмкін. Фа иза аббар ал-инсану ан ичтамаа би така-ка қила ал-калам ғойру фасих ли ғарабатил калима. Яғни бір адамға келіп сен така-ка, яғни така-ка десең, жинал деп айтқаның мағынаны айтқан, ол ғариб, яғни ал-калам ғойру фасих, сен айтып тұрған сөзің фасих емес. Неге? Ли ғарабатил калима. Әл-калима сен қолданып тұрған сөзің ғариба. Яғни бәріне түсінікті мағына емес, қай мағына айтып тұрған екен түсініксіз. Сондықтан да, яғни оның шарттары, қандай шарттары бар дедік бізде? 3 шарты бар дедік. Ол бір сәламату мин танафурл хуруф,
ومخالفة القياس والغرابة بالمغرق. يعني سلامتها من الغرابة، سلامتها من مخالفة القياس، وسلامتها من تنافر الحروف. түсінікті. Осы үш шарт орындалған кезде الكلمة الفصيحة болады. Сондықтан ол біз الفصيحة деп атаймыз. Қазір осы жерден оқимыз. жаңа шартты соңынан оқысақ. تنافر الحروف في الكلمة يعد غير فصاحة. яғни تنافر الحروف ол غير فصاح болып есептелінеді. Мысалы المستثزر деген кезде соған тағлиқ болып тұр ғой астында. ол غير فصاح болмайды. екінші كونها على خلاف القياس كالفك في موضع الإدغام أيضا غير فصيح لأنها مخالفة للقياس. дәл солай егер де қияста бірдей жаңағыдай әріптер бір-бірімен идғам болу керек, бірақ оның орнын ашып тастайтын болсақ, екеуін екі айтылатын болса, екеуін бөлек айтатын болсақ, ол кезде ол қиясқа қарсы және ол әл-фасих, яғни фасаха болмайды, ғайры фасаха болады ол. түсінікті. Бүгін онда біз осымен тоқтаймыз. Әл-калимату, яғни әл-фасахату фил-калима немесе фасахатул-калима дегеніміз түсіндік. Осымен аяқталды.